Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұршахар. Мен сіздерге кешегі домашний аяқ киімнің төбесін тоқуды көрсетемін. Екінші бөлімді көрсетемін. Ең бірінші, өздеріңіз любой алдын бастасаңыздар, аяқ киімнің алдын санап или санамай ақ қойсаңыздар да болады. Мен бірінші аяқ киімді санамайдым, санап тоққан жоқпын, өзім алды осы деп белгілеп тоқи бердім. Ал екінші аяқ киімді бірінші аяқ киімге ұқсау үшін санадым. Осы жерден бастаймын. Сіздерде аяқ киімнің ұшын өздеріңіз көз мөлшерлеріңізбен бастай берсеңіздер болады. Енді саламызды бастайық. Осы жерге осылай бастап бекітіп бір воздушный ілеміз. Осы жерде мұқият болыңыздар. Бір іліп, крючокқа жіптіріп, бір клетка тастап, одан кейін клеткаға столбик с накидін тоқимыз. Столбик с накидін тоқу білмесеңіздер, каналда бар, тоқып көріңіздер. Көріп, үйреніп алыңыздар. Бір тоқыдым. Міне ең бірінші іліп алдым. Іліп алған жерден жоғары қарай бір воздушный көтеріп, бір клетка тастап, екінші клеткаға столбик с накидін тоқыдым. Дәл сол тесікке тағы да бір столбик с накидін тоқимын. Бір столбиктің үстіне екі столбик с накидін тоқыдым. Енді крючокқа жіпті іліп, бір клетка тастап, екінші клеткаға дәл жаңағыдай екі столбик с накидін тоқимын. Бір екі. Міне осындай болады. Одан кейін крючокқа жіптіліп, бір клетка тастап, тағы да екі столбик с накидін тоқимын. Бір, екі. Тағы да крючокқа жіптіліп, бір клетка тастап, бір клетка тастаймыз. Бір клетка тастап, одан кейінгі клеткаға екі столбик с накидін тоқимыз. Бір, екі. Тағы да крючокқа жіптіліп, бір клеткадан тастап, екінші клеткаға екі столбик с накидін тоқимыз. Бір, екі. Так, біреу, екі, үшеу, төртеу, бесеу болды. Дәл осындайдың жетеуін тоқуымыз керек. Іліп, бір клетка тастап, екі столбик с накидін тоқимыз. Бір,
2 ілеміз. Бір клетка тастап екінші. 2 столбик с накидін тоқимыз. Келесі клеткаға. 1 2 неге 1 2 3 4 5 6 7 столбик с накидін болды. Жұптап 14 столбик с накидін тоқтық. Енді 1 2 клетка тастап үшінші клеткаға жай ғана осылай бекітеміз. Осылай міне бекітіп, бекіткен жібімізді ұзын шағып тартып, осылай ұзын шағып тартып, осылай аяқ киіммен бір айналдырып аламыз. Өйстіп. Енді бүйтіп қасында екіншімен салыстырып отырсаңыздар болады. Мысалы мен мына жерден бастасам, мына жерден бастадым и так далее кеп мына жерде аяқтадым. Енді жіпті осылай тартып әкеп, мына бастаған жерімізден 1 2 клетка тастап, 1 2 клетка тастап, үшінші клеткаға жіпті осылай саламыз. Осылай салып, ортасын осылай тартамыз. Ортасы дәл осылай болу керек, бос тұру керек. Қатты тартып жүрмеңіз, қатты бос қылып жүрмеңіз, қалыпты қылып өстіп. Бір бекітеміз. Содан кейін не қарап жүріңіздер енді. Крючокқа жіпті іліп, бағанаға бір воздушный бар еді ғой. Екеуінің ортасында сол ортаға 2 столбик с накидін тоқимыз. 1 2 одан кейін крючокқа жіпті іліп, келесі екеу, одан кейін екеудің ортасына столбик с накидін тоқимыз. 1 2 тағы да іліп, өздеріңіз көрініп тұр. Одан кейінге тағы да 2 столбик с накидін тоқимыз. Сонда достар, өйстіп көтере берсек, басында бастапқыда 7 бастап еді ғой, одан кейін 8, келесі қатар 9, солайына көбейе береді. 1 2 тағы да крючокқа іліп, келесі ортасына 1 1 2 одан кейінге тағы да крючоктырып 1 2 тоқимыз. Одан кейін тағы да крючокқа іліп 2 столбик с накидін тоқимыз. 1 2 тағы да крючокқа жіптіріп, ең соңғы 2 с накидпен воздушныйдың ортасына 2 столбик с накидін тоқимыз. 1 2
Содан кейін міне 1-2 рет тастап, үшінші клеткаға осылай көрдіңіз бе? 1-2 рет тастап, үшінші клеткаға осылай бекітеміз. Осы тоққан жіпті, бекіткен жіпті тартып, осылай тартып, аяқ киімнен осылай айналдырып тартамыз. Осылай болады. Қисық болды деп қорықпаңыздар, ол бірігіп кетеді. Дәл осылай көтере береміз жоғары қарай. Мына жерден 1-2 тастап, үшіншісіне жіпті бекітіп, осылай болып, мына жерді біріншісін бекітіп, ары қарай тоқи береміз. Дәл осылай жоғарыға көтеріп тоқи береміз. Мына соңына жетем дегенше. Тоқып шығыңыздар соңына дейін. Мінекей достар, мен соңына дейін тоқып болдым. Жіпті қиып, осылай жасырып, арасына жасырып жібердім. Если сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша столбик без накидпен осылай тоқып шықсаңыздар болады. Е болмаса әсемдеп, өрнектеп тоқып шықсаңыздар болады. Әдемі алып әсемдеп тоқу менің каналымда бантик тоқу. Бантик тоқылған жерде бар. Қалай әсемдеп тоқу керек? Сол жерден көре кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Дәл осындай әдемі, қол жетімді, идеально аяқ киім тоқып алсаңыздар болады өз қолдарыңызбен. Қайшы, пышақ тимесе 5 жыл гарантия. Үйге әдемі тоқып алып киіп алсаңыздар болады. Келесі жолы менің келесі видеомды күтіңіздер. Ол кезде алды ашық аяқ киімнің сабағын үйрететін боламын. Сіздер де тоқып үйреніп, пайдаларыңызға жаратыңыздар. Сау болыңыздар.